А сынып оқушысы Пайызбек Сана. Әжемнің ертегілері жинағы. Арыстанның күшігін асыраған мысық. Бір күні мысық келе жатып, денесі өліп қалған арыстанды көреді. Оны бір жыл өсіреді де, ол жыртқыш аңға айналады. Ол өзінің аңын тауға да жетеді. Bir күні ол мысықты жемекші болады. Оны мысық сезіп қояды. Сосын ол үш жаққа қарамастан ағашқа өрмелейді. Ол арыстан айтады: "Сен менің ақ сүтімді бердің, сен менің анамдай болып кеттің", дейді арыстан. "Сен маған бар нәрсені үйреттің, тек қана сен маған бір нәрсені үйретпедің", деп айтады арыстан. Сосын ол: "Сен маған бір нәрсені үйретпедің дедің ғой жаңелде", деді. Ол: "Сен маған ағашқа өрмелеуді үйретпедің", деді арыстан.